Ассалаумағалейкум. Мен 8 мамырда үндеу жасадым. Мына бессмертный полкқа қарсы шығып, жай Ресейдің туы немесе СССРдің туы болса, полиция шақырып алғызыңдар. Бірақ адам шықты, бүкіл Қазақстанда бір қазақ қана шығып, заң аясында полицияға айтып, анау СССРдің қызыл туын алғызды. Қазір видеоны салып. 17 миллион қазақ 17 миллион қазақ қорқып қарап отыр. Орыстар қолдарына заңсыз туды алып шықты, қызыл туды. Қорықпай, заңсыз. Бір қазақ қорықпай айтты, мынаны алып таста. Полицияны шақыртты, қызыл туды алып тастады. Сондықтан жұмыс әлі көп алды. Қаншама қазақтар ұйықтап жатыр. Қаншамасы қорқақ. Заң ғой, заң аясында ғой, мен сендерге митингқа шығындар, бірдемесе бұзыңдар деп айтып жатқан жоқпын. Сондықтан қараңыздар, 17 миллион қазақтың ішінен бір-ақ қазақ шықты. Сондықтан әлі жұмыс көп. Қазақтың оятып, саяси сауатын ашу әлі жұмыс көп алды. Мына қызыл туды. Палец летит, так жалко. Болмайды ғой бұл. Айттым, болмайды деді. Қайта нете береді. Жоқ, 1 сағат болды ғой уже тұрғанына. Жоқ, енді түсіндім. Орыс қазақ қой, қазақ қой. Болды, алып тастадың ғой. Болды, алды. Жоқ, болса біреуге не. Ол қалған өзі.